Теңізде жүзіп жүрген мұз кесегінің су бетіндегі бөлігінің көлемі 195 метр куб болса, мұздың суға батқан бөлігінің көлемі. Суретін салайық. Мысалы, бізде мынау теңіз. Осы теңізде мұз кесегі жүзіп жүр, иә? Сонда бұлай суретін салайық. Мынау бізде мұз кесегі болсын. Сонда су бетіндегі бөлігінің көлемі, яғни бізде мынау мұз кесегінің су бетіндегі көлемі V1 дейтін болсақ, 195 метр куб. Ал мынау судың астындағы бөлігінің көлемін табуымыз керек. Мынау судың астындағы бөлігінің көлемі V2 дейік. Осы V2-ні табуымыз керек. Сонда жалпы көлем, осы мұздың жалпы көлемі V мұз, ол V1 қосылған V2-ге тең болады. Ал енді осы мұзға қандай күштер әсер етеді? Яғни төмен қарай F ауырлық күші әсер етеді, ал жоғары қарай F Архимед күші әсер етеді. Осы екі күшті формуласын жазып теңестіретін боламыз. Яғни ауырлық күшінің формуласы F ауырлық mg. Яғни m дегеніміз ол тығыздықпен көлемнің көбейтіндісі, дұрыс па? Көбейтілген g. Сонда мынау V ол мұздың көлемі, ал мынау ρ мұздың тығыздығы. Сонда мұздың көлемі бізде жазып алдық V1 қосылған V2. Сонда F ауырлық тең болады ρ мұз, V мұздың орнына V1 қосылған V2 деп жазам, көбейту G. Ауырлық күшінің формуласын жазып алдық. Ал енді Архимед күшінің формуласы F Архимед ρ сұйықтық V2 көбейту G болады. Өйткені мен мынау судың астындағы бөлігінің көлемін алам. Осы екі күш теңестірейік. Сонда ρ сұйықтық V2G тең болады ρ мұз V1 қосылған V2 көбейту G. G мен G қысқарады. Ал орнына қояйық. Судың тығыздығы бізде 1030 көбейту V2 тең болады мұздікі 900, V1 195 қосылған V2. Ал жақшаның ішін ашып көбейтіп шығайық. Сонда 1030 V2 тең болады. Көбейтсек 175 мың қосылған 900 V2 болады. Ал енді мынау V2-ні мен бұлай оң жаққа қарай өткізетін болсам, мынау алды плюс, я? Өткеннен кейін минус болып өтеді. Сол кезде мына жерге жазайық. 1030 V2-ден азайтатын болсақ 900 V2-ні тең 130 V2 қалады. Сонда 130 V2 тең 175 мың. V2-ні табу үшін біз 175 мыңды бөлеміз 130-ға. Сонда бұлай 17500-ді 13-ке бөлетін болсам, 1346 шығады. Так, мына жерге жазайық. Тең 1346 жуықтап алғанда 50 деп алуымызға да болады. Метр куб. Сонда мынау теңіздің астындағы мұздың көлемі 1350-ге тең. Яғни бұл бізде мынау сын нұсқасына тұр. Ал менен мұздың жалпы көлемін табу керек дейтін болса, мен мынау судың бетіндегі және судың астындағы көлемдер қосам. Сонда V1 қосылған V2, онда мұздың жалпы көлемі кеп шығады. Келесі. Екі атомды идеал газды изобаралық қыздырған кезде газға берілген жылу мөлшерінің газ жұмысына жұмсалатын үлесі. Екі атомды идеал газ деп айтылған, яғни I тең бізде екі атом болатын болса 5-ке тең болады. Изобаралық жолмен қыздырды, яғни жазып қойық изобары. Сонда газ жұмысына жұмсалатын үлес. Яғни жылу мөлшерінің газ жұмысына жұмсалатын үлесін табу үшін бұлай А бөлінген Q деп жазамыз. Өйткені берілген жылу мөлшері Q-дің қанша бөлігі газдың жұмысына жұмсалды. Яғни А бөлінген Q деп жазылады. Изобарлық процесс кезінде термодинамиканың бірінші заңын жазайық. Яғни термодинамиканың бірінші заңы изобарлық процесс кезінде дельта U қосылған А. Осылай жазылады. Ал енді дельта U деген ол ішкі энергияның өзгерісі. Екі атомды идеал газ болған кезде 5 бөлінген 2 nu RT деп жазылады. Ал термодинамикада жұмыстың формуласы А P дельта V.
P дельта V дегеннің орнына біз new RT деп жазуымызға да болады. Өткені PV ол Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша new RT-ға тең. Осы бірінші форманың орнына апарып қояйық, яғни термодинамиканың бірінші заңына осы екі өрнекті апарып қоямыз. Сонда Q тең 5 бөлінген 2 new RT қосылған new RT. Сонда 7 бөлінген 2 new RT болады. Ал енді мына форманың орнына апарып қояйық. A-ның орнына new RT-ны апарып қоямыз, яғни A бөлінген Q тең new RT бөлінген 7 бөлінген 2 new RT. Сонда new RT мен new RT қысқарады. Сонда 2 жоғары қарай шығады. Сонда 2 бөлінген 7 ол бізде жуықтап алғанда 0,29. Келесі есеп. Бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан бірдей теріс зарядталған кішкентай екі шар 0,23 миллиньютон күшпен өзара әрекеттеседі. Яғни екі теріс зарядталған шарлардың арасындағы ара қашықтық R 10 см. Сонда ол біз метрге өткізіп жазатын болсақ 0,1 метр болады. Осы кішкентай шарлардың өзара әсерлесу күші F 0,23 миллиньютон. Милли деген ол оның -3 дәрежесі. Электрондар санын табуымыз керек. Электрондар саны N. Яғни бізде мынандай екі шар арасындағы ара қашықтық R. Екі шарда теріс зарядталған, яғни -Q деп жазуымызға болады. Екеуі де теріс зарядталған. Осы шарлардағы электрондар санын табуымыз керек. Яғни зарядталған бөлшектерге әсер ететін күш, яғни нүктелік зарядтарға әсер ететін күш, кулон күші F тең кулон күшін пайдаланып біз бірінші кезекте заряд тауып аламыз. K Q1 Q2 бөлінген R квадрат. Негізі мына жерде модульмен жазылады. F Q1 Q2 дегенде, яғни K екі санның көбейтіндісі, екі бірдей санның көбейтіндісі сол санның квадратына тең, яғни Q квадрат бөлінген R квадрат болады. Осы жерде мен заряд тауып аламын Q-ді. Яғни F тең K Q квадрат бөлінген R квадрат. Осы жерден Q заряд табатын болсақ, F R квадрат бөлінген K болады, түбір астында. F 0,23 көбейту 10-ның -3 дәрежесі, R квадрат 0,100-ден 1 бөлінген 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Түбір астында. Көбейтіп бөлген кезде 1,58 көбейту 10-ның -8 дәрежесі шығады. Ал енді зарядтың формуласы Q тең N көбейту E. Осы жерде мен электрондар санын табам, N-ді. Сонда Q бөлінген E болады. Q тауып алдық, осы санды мына жерге апарып қоямыз. Сонда 1,58 көбейту 10-ның -8 дәрежесі бөлінген электронның заряды 1,6 10-ның -19 дәрежесі. 1,58-ді жуықтап 1,6 деп жазуымызға болады, Сонда мына екеуі қысқарады. Сонда 19 жоғары қарай плюс болады. Мына екеуі қысқарып 10-ның 11 дәрежесі қалады. Сонда бұл бізде мына B нұсқасы. Келесі, ғимаратты 100 метр қашықтықта фокус аралығы 20 мм фотоаппаратпен суретке түсіреді. Фотопленкада ғимарат кескіннің биіктігі 5 мм болса, осы ғимараттың биіктігі. Яғни ғимаратты 100 метр қашықтықтан фокус аралығы 20 мм. Яғни линзадан денеге дейін қашықтық олды 100 метр. Фокус аралығы үлкен F 20 мм. 20 мм-ді біз метрге өткізіп жазамыз. Сонда 10-ның -3 дәрежесі метр болады. Фотопленкада ғимарат кескіннің биіктігі үлкен H 5 мм. 5 мм. Сонда миллиметр 10-ның -3 дәрежесі метр болады. Ғимараттың биіктігін табуымыз керек. Ғимараттың биіктігі H. Яғни суретін салайық. Мысалы, мына жерде ғимарат тұр. Біз мына жерде фотоаппаратпен суретке түсірдік. Сонда оның кескіні 5 мм болды. Сонда мына кескін бұлай линзадан өткеннен кейін
Былай мына жерде енді жинағыш линза тұр деп елестетейік. Сонда линзаның центрінен өтеді бірінші сәуле, ал екінші сәуле былай келіп фокус арқылы өтеді. Сол кезде мына жерде енді кескін пайда болды деп елестетейік. Сонда мынау ғимараттың биіктігі h, ал мына жерде кескіннің биіктігі h. Бізде мына жерде линза болатын болса, яғни фотоаппаратта линза қолданылады ғой. Сонда осы линзадан денеге дейінгі арақашықтық, мына арақашықтық бізде d. Яғни бұл жерде біз линзаның үлкейтілуі немесе кішірейтілу формуласын пайдаланамыз. Яғни g тең f бөлінген d деген формула бар, немесе h бөлінген кішкентай h болады. Ғимараттың биіктігін табуымыз керек h-та. Бізде мынау f жоқ, f-ті тауып алу үшін біз жұқа линза формуласын пайдаланамыз. Яғни f тең df, d қосылған f. Осы жерден біз f табайық. Бізде мынау үлкене фокус белгілі. Орнына қойып есептейік. Сонда 20 көбейту 10-3 дәрежесі тең d 100f бөлінген 100 қосылған f. 100 қосылған f-ті бұлай көбейтетін болсақ, көбейту 10-3 дәрежесі қосылған 20 10-3 дәрежесі f тең болады 100f. Сонда мына 3 0 мен мына 3 0-ді қысқартуымызға болады. Сияма өзі. Мына жерге жазайық. Сонда 2 тең болады 0,02f тең 100f. Мынаны бұлай қарай өткізетін болсақ, минус болып өтеді. 2 тең 100-ден азайтсақ, 99-да 98 f. f тең 2 бөлінген 99-да 98. Сонда 0,02 болады. Орнына қояқ. Мына жерде мен h табатын болсам, h тең бұлай қарай көбейеді. dh бөлінген f. d 100 көбейту 5 көбейту 10-3 дәрежесі бөлінген f 0,02. Бұлай қысқартып жіберейік. Сонда 0,5 болады. Бөлсек 25 метр. Яғни бізде мынау ғимараттың биіктігі 25 метрге тең шықты. Механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс дегеніміз дененің басқа денелермен салыстырғанда кеңістікте орнының өзгеруі. Осындай жауаптарды іздейік. Дененің басқа денеге қатысты уақытқа тәуелді орнын ауыстыру, яғни осы сәйкес келеді. Одан кейін дененің басқа денеге қатысты уақытқа тәуелді тыныштықта болуы жоқ. Дененің кеңістікте орнының санақ денелері ретінде алынған денелерге қатысты уақыт бойынша өзгерісі. Осы, яғни механикалық қозғалыс дененің басқа санақ денелермен салыстырғанда кеңістікте уақыт өтуімен орнының өзгеруі. Массасы 0,95 кг азоттың молекулалар саны. Масса белгілі 0,95 кг. Молдық масса мен Авогадро тұрақтысы белгілі. Біз молекулалар саны табуымыз керек n. Яғни зат мөлшерінің формасын пайдаланамыз. Нью тең m бөлінген m немесе n бөлінген n Авогадро. Осы екі формуланы пайдаланамыз. Яғни осы екеуін теңестіріп табайық. Сонда m бөлінген m, n бөлінген n Авогадро. Осы жерде молекулалар сан табамыз. Яғни n, m көбейту n Авогадро бөлінген m. Орнына қойып есептейік. Масса 0,95 көбейту 6,10-23 дәрежесі. Ал мынау 28,10-3 дәрежесі. 0,2 көбейту 10-26 дәрежесі болады. Немесе біз 2 көбейту 10-25 дәрежесі деп жазуымызға да болады. Бұл бізде мынау е нұсқасында тұр. Одан кейін 0,2 10-26 дәрежесі бұл с нұсқасы.
Берілген суретте сәйкес, егер жылулық алмасу кезінде энергия шығыны болмаса, алюминийдің суға батырылғанға дейінгі температурасын табуымыз керек. Яғни бұл жерде мына бірінші ыдыста су бар, иә? Судың массасы мына жерде жазылған 300 грамм. Судың температурасы мына жерде жазылған. Қарайтын болсақ, термометр 21 градусты көрсетіп тұр. Яғни берілген жазып алайық. Сонда судың массасы М су, килограммен жазайық, 0,3 килограмм. Ал судың температурасы Т су 21 градус. Ал енді осы суға біз алюминийді салған кезде, алюминийдің массасы мына жерде жазылған М алюминий 0,2 килограмм. Ал алюминий салған кезде оның температурасы қаншаға дейін өзгерді? Жуықтап алғанда 55 градус. Сонда тета 55 градус деп алайық. Сонда алюминийдің бастапқы температурасын табуымыз керек. Сонда Т алюминий деп жазсақ болады. Яғни бұл есепте жылулық балансының формуласын пайдаланамыз. Яғни Q алған жылу мөлшері тең болады Q берген жылу мөлшеріне. Бізде су жылу мөлшерін алып жатыр, ал алюминий жылу мөлшерін беріп жатыр. Орнына қойып жазайық. Сонда алған жылу мөлшерінің орнына С су, М су, тета азайтылған Т су тең болады С алюминий, М алюминий, Т алюминий азайтылған тета. Орнына қояйық. 4200 көбейту судың массасы 0,3, 55 азайтылған 21. Алюминийдікі 920 көбейту 0,2, Т алюминий азайтылған 55. Көбейтейік. Сонда 1260 көбейту 34 болады, азайтсақ. Тең 184 Т алюминий азайтылған 10120. Мынаны көбейтеміз. Одан кейін мынау 10120-ны былай қарай өткізетін болсақ, теңдеудің сол жағын өтетін болса, плюс болып өтеді. 52960 тең болады 184 Т алюминий. Осы жерден Т алюминий табатын болсақ, 52960 бөлінген 184. Сонда бізде 286 градус шығады. Бұл бізде мынау Е нұсқасына тұр. Келесі магнит ағынның өлшем бірлігі. Магнит ағынның өлшем бірлігі Вебер. Яғни бұл бізде мынау F нұсқасы. Оның формасын жазайық. F тең BS косинус альфа. Одан кейін F тең Li деген формуласы да бар. Яғни магнит ағынның өлшем бірлігі Вебер. Электромагниттік индукция заңы. Электромагниттік индукция заңының формуласы эпсилон тең делта F бөлінген делта Т. Немесе мынау делта F дегеннің орнына мен Li бөлінген Т деп жазуыма да болады. Бұл жерде мынау делта F ол магнит ағыны. L деген ол индуктивтілік. I ток күші. Магнит ағынның өлшем бірлігі Вебер, индуктивтіліктің өлшем бірлігі Генри, ток күшінікі ампер. Осындай варианттарды іздейік. Яғни мынау бізде мынау Е нұсқасы сәйкес келіп тұр. Мына формада мына жерде минус таңбасы да болады. Яғни токтың бағыты қарама-қарсы өзгергендіктен мына жерде минус таңбасын қоюымызға да болады. Когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференцияның максимум байқалатын фаза айырымы. Фазалар айырымының формуласын жазайық. Делта фи 2 пи бөлінген лямбда көбейту делта L. Бұл жерде делта L жол айырымы. Егер жол айырымы 2К бөлінген лямбда формуласымен анықталатын болса, яғни толқын ұзындығының жартысына жұп санға тең болатын болса, онда бізде максимум шарт орындалады. Ал егер де делта L
2k қосылған 1 лямбда бөлінген 2-ге тең болатын болса, онда минимум шарты орындалады. Минимум. Бізде максимум байқалатын фазалар айырымын сұрап жатыр. Яғни бізде максимум орындалатын шарт, бізде мынау бірінші формула. Осы формуланы пайдалана отырып, мен фазалар айырымын табатын болам. Яғни дельта L 2k лямбда бөлінген 2. Сонда 2 мен 2 қысқарады. Сонда k лямбда қалады. Осы өрнекті мен мына жердегі дельта L-дің орнына апарып қоямын. Сонда дельта фи тең 2π бөлінген лямбда көбейту k лямбда. Сонда лямбда мен лямбда қысқарады. Сонда 2 k деген ол бізде 1, 2, 3 деген сияқты сандар. Осы k-ның орнына кез келген санды қоятын болсақ, сонда дельта фиміз, егер 1-ді қоятын болсақ, не болады? Мына жерге 1-ді қойсақ 2π болады. Ал 2-ні қоятын болсақ, k-ның орнына k тең 2. Сонда 2-ні қоятын болсақ, дельта фи бізде 4π болады. Осындай жауаптарды іздеймін. Яғни кез келген санды қойған кезде жұп сан болу керек. Яғни жұп сан болатын болса, онда интерференцияның максимум байқалады. Яғни жазайық мына жерде 2π деген бізде мына сын нұсқасына тұр. Одан кейін 6π деген ол h нұсқасына тұр. Осы екі жауапты аламыз. Жиілігі ню периоды t v жылдамдықпен таралатын толқын ұзындығы лямбда анықталатын формула. Толқын ұзындығының формуласы лямбда тең v көбейтілген t. Немесе лямбда тең v бөлінген ню. Осындай жауаптарды іздеймін. Яғни мына жерде лямбда тең v бөлінген ню жоқ. Лямбда тең v көбейту t d нұсқасы. Одан кейін лямбда тең v бөлінген ню. H нұсқасын алам. Келесі термодинамикада жұмыстың формуласы. Термодинамикада жұмыстың формуласы A тең P дельта V. Немесе A тең P V2 азайтылған V1. Дельта V-ның орнына біз V2 азайтылған V1 деп жазуымызға да болады. Яғни бұл бізде мына B нұсқасы. Одан кейін G нұсқасы сәйкес келіп тұр. Тербемелі контурдағы ток күші заңдылығымен өзгерсе, конденсатор зарядының максимум шамасы. Бізде ток күшінің гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген, яғни I тең 3,14 синус 5 көбейту 10-5 t дәрежесі көбейту t. Зарядтың максимум шамасын табуымыз керек, яғни Q максимум. Яғни зарядтың формуласы гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, Q максимум косинус немесе синус, косинус деп жаза берейік, омега t. Осы зарядтан бір рет туындалатын болса, менде ток күші келіп шығады. Сонда ток күші I тең туындалған кезде мынау омега бұлай алдына түсіп көбейеді. Сонда Q максимум омега синус омега t деп жазайық. Сонда бізде мынау I максимумға тең. I максимум ол Q максимум көбейту омегаға тең. Сонда бізде мынау теңдеуді қарайтын болсақ, I максимум қаншаға тең? Бірінші гармоник тербеліс теңдеуін жазып алайық. I тең I максимум синус омега t. Дұрыс па? Сонда берілгенде бізде I тең 3,14 синус 5 көбейту 5 дәрежесі t. Сонда синустың алдындағы шама бізде мынау I максимум. Яғни бізде I максимум 3,14-ке тең. Ал омега қаншаға тең? Синустан кейін t мен синустың арасындағы шама бізде омега. Сонда омега бізде 5 дәрежесіге тең. Яғни біз ток күшінің максимум мәнін тауып алдық. Яғни I максимум 3,14 ампер. Ал омега 5 көбейту 5 дәрежесі радиан секунд. Ал енді орнына апарып қояйық. Мына теңдеудің біз Q максимум табайық. Сонда Q максимум I максимум бөлінген омега. I максимум 3,14 бөлінген 5 көбейту 5 дәрежесі. Бөлсек 0,628 көбейту 5 дәрежесі болады. Мынау 5 дәрежесі жоғары қарай минус болып шығады.
Сонда біз бұны былай жазуымызға да болады. 6,28 оның минус 6 дәрежесі. Немесе милли, немесе микро деп жазуымызға да болады. 6,28 микро кулон. Осындай жауаптарды іздейік. Мынау бізде G нұсқасы. Одан кейін А нұсқасы сәйкес келіп тұр. Келесі. Мөлшері 1 моль болатын бір атомды идеал газ P бөлінген V констант заңымен ұлғаяды. Осы кезде газдың көлемі 3 есе, ішкі энергиясы 9,9 дәрежесі джоульге артты. Газдың бастапқы температурасы. Зат мөлшері ню 1 моль. Идеал газ, бір атомды идеал газ, яғни I тең 3, P бөлінген V констант. Газдың көлемі 3 есе артты. 3 есе артты деген біз V2 тең 3 V1 деп жазамыз. Сонда V1-ге қарағанда көлем 3 есе артты. Ал ішкі энергияның өзгерісі дельта U 9,9 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоульге дейін өзгерді. Бастапқы температураны табу керек. Бастапқы температура T1. Есепте P бөлінген V констант деп айтылған. Сонда P бөлінген V констант болатын болса, біз оны былай жазуымызға да болады. P1 бөлінген V1, P2 бөлінген V2 деп жазуға да болады. Осы жерден P2-ні тауып алайық. Сонда V2-нің орнына біз есептің шартында айтылған 3 V1-ге дейін артты. Сонда V2-нің орнына осы шаманы апарып қоямыз, және осы жерден P2-ні табамыз. Сонда P2 тең болады P1 көбейту V2 бөлінген V1. P1 көбейту V2-нің орнына 3 V1-ді қоямыз, бөлінген V1. V1 мен V1 қысқарады. Сонда P2 тең 3 P1 шығады. Яғни қысым 3 есе артты. Ал енді Клапейрон теңдеуін пайдаланып, біз T2-ні тауып алайық. Клапейрон теңдеуі V1 бөлінген T1, P2 V2 бөлінген T2. Осы жерден T2-ні табайық. Сонда T2 тең P2 V2 T1 бөлінген P1 V1 болады. Сонда T2 тең P2-нің орнына біз P2-нің орнына 3 P1-ді әкеп қоямыз. V2-нің орнына мына жердегі 3 V1-ді апарып қоямыз. Сол кезде 9 болады. 9 P1 V1 T1 бөлінген P1 V1. P1 V1 қысқарады мыналар. Сонда 9 T1 қалады. Сонда температура мына жерге жазайық. T2 тең 9 T1 болды. Ал енді температураның өзгерісі дельта T, ол T2 азайтылған T1. Сонда T2 бізде 9 T1, сонда 9 T1 азайтылған T1 болатын болса, бізде 8 T1 шығады. Ал енді біз газдың ішкі энергиясының формуласын пайдалана отырып, дельта бастапқы температураны табайық. Яғни бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы дельта U 3 бөлінген 2 ню R дельта T. Дұрыс па? Осы жерде мен дельта T-ның орнына 8 T1-ді әкеп қоямыз. Сонда дельта U тең 3 бөлінген 2 ню R 8 T1. Осы жерде мен T1-ді табамыз. Яғни мына жерге жазайық. T1 тең 2 көбейту дельта U бөлінген 3 ню R көбейтілген 8. Орнына қояйық. 2 көбейту 9,9 оның 3 дәрежесі бөлінген 3 ню 1-ге тең R 8-де 31 көбейту 8. Жуықтап алғанда 100 кельвин шығады. А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Сутек атомдағы электрон энергиясы минус 0,54 электрон вольт күйден энергиясы 0,84 электрон вольт күйге өтеді. Осы ауысу нәтижесінде энергия жұтылады немесе шығады. Солар табуымыз керек. Яғни бұл есепте біз атомның энергетикалық деңгейлерін еске түсіруіміз керек. Яғни бордың бірінші және екінші постулаттары бар. Бордың бірінші постулаты атомда электрондар қозғалатын ерекше стационар орбиталар болады.
Ол стационар орбиталарда электрон қозғала отырып және сәуле жұтпайды. Ал енді электрон басқа бір орбитаға өтетін болса, онда сәуле шығарады немесе сәуле жұтады. Сонда мына бізде энергиясы E1 болатын орбита деп елестетейік, стационар орбита. Сонда E1 энергия бізде минус 0,54 электрон вольт. Осы жерде бізде мына электрон орналасқан. Ал енді осы электрон энергиясы E2 болатын орбитаға былай өтті. Сол кезде E2 бізде минус 0,84 электрон вольт. Осы ауысу нәтижесінде энергия не істейді? Егер мынау жоғары деңгейден төменгі деңгейге өтетін болса, энергия шығарады. Яғни бір орбитадан екінші орбитаға өткен кезде онда шығатын энергия h-nu тең E1 азайтылған E2. Орнына қояйық, h-nu тең E1 бізде минус 0,54 азайтылған минус 0,84. Сонда мына минус пен минус плюс болады, жақшаны ашқан кезде. Сонда h-nu тең 0,3 электрон вольт шығады. Яғни 0,3 электрон вольт деген бізде бар. Ал енді біз электрон волттан жолға өткізуіміз керек. Сонда мына жерде жазылған есептің шартына 1 электрон вольт 1/6 10⁻19 дәрежесі жолға тең болатын болса, яғни 1 электрон вольт 1/6 10⁻19 дәрежесіне тең болатын болса, бізде 0,3 электрон вольт шықты. Яғни ол қанша жол болады? X. Яғни X табу үшін пропорция, мынаны былай қарай көбейтеміз. 1/6-ны көбейтетін болсақ 0,3-ке 0,48 шығады. Яғни мына жерде көбейту 10⁻19 дәрежесі бар. Көбейту 10⁻19 дәрежесі жол. Осы жауаптарды іздейік. Яғни 0,48 жарық кванттары шығады. Одан кейін 0,3 электрон вольт жарық кванты шығады. Осы D және F.